Бас сүйектің ішкі негізі базис крани интерна 3 бөлімге бөлінеді. Алдыңғы бас сүйек шұңқыры фосса крани антериор, ортаңғы бас сүйек шұңқыры фосса крани медиа және артқы бас сүйек шұңқыры фосса крани постериор. Алдыңғы бас сүйек шұңқырын ортаңғы бас сүйек шұңқырынан бөліп тұратын сына тәріз сүйектің кіші қанатының артқы жиегі болып табылады. Алдыңғы бас сүйек шұңқыры маңдай сүйегінің көз бөлігі парс орбиталистен, торлы сүйектің ламина крибурозасынан, сына тәрізді сүйектің кіші қанатынан құралған. Алдыңғы бас сүйек шұңқырында дәл ортасында кристагали әтеш айдарының, оның екі бүйірінде ламина крибуроза және ондағы форамина крибурозаларды көреміз. Бұл тесіктер арқылы мұрын қуысынан бірінші жұп бас сүйек нерві иіс сезу нервінің нервтері жіпшелері өтеді. Келесі, маңдай сүйегінің көз бөлігінде біз маңдай сүйегінің құрылысында оқып кеткен импрессионист дигитатилерді, яғни саусақ батыңқыларын көреміз. Кристогалийдің алдында форамен цекум соқыр тесік, ал ол ары қарай кристофронталисті анықталады. Келесі, ортаңғы бас сүйек шұңқыры. Алдынан сына тәрізді сүйектің кіші қанатының артқы жиегі, ал артқы жағында артқы бас сүйек шұңқыры фосса крани постериордан тасты бөлік немесе пирамида, самай сүйегінің пирамидасының жоғарғы жиегі марга супериорның аралығын айтады. Ортаңғы бас сүйек шұңқырын құрауға сына тәріз сүйектің денесі, сына тәріз сүйектің үлкен қанаты, мынау самай сүйектің тасты бөлігінің пирамиданың алдыңғы беті және самай сүйектің қабыршақты бөлігінің бір жартысы құрауға қатысады. Ортаңғы бас сүйек шұңқырының өзін 3 шұңқырға бөліп қарастырамыз. Ортаңғы шұңқыры немесе бұны фосса гипофизиалис және екі бүйір шұңқыры фосса латералис. Ең бас сүйек шұңқырларының ішінде төмен орналасқан және шұңқыр түзеп орналасатын бөлігі. Енді ортаңғы бас сүйек шұңқырында түрі гершігінің арқасы дорсум селе және оның төмпегін көреміз. Екеуінің ортасында фосса гипофизиалис тұрады. Түрі гершігінің немесе фосса гипофизиалистің алдында, төмпектен алдын қарай сулкус хиазматикус, ол каналис оптикуске барып ашылады. Бұл арқылы екінші жұп бас сүйек нерві нервус оптикус өтеді. Әрі қарай үлкен қанатпен кіші қанатының ортасында, үлкен қанатпен екі жақта, кіші қанатының ортасында фиссура орбиталис супериор, жоғарғы көз саңылауы орналасқан. Бұл жоғарғы көз саңылауы арқылы үшінші жұп бас сүйек нерві нервус окулюматорис, төртінші жұп бас сүйек нерві нервус трахеарис, бесінші жұп нервус тригемиустың бірінші тармағы және алтыншы жұп нервус абдуценс өтеді. Әрі қарай сына тәріз сүйектің денесінің екі бүйірінде сулкус каротикус көріледі. Ал ол төмен қарай форамен лацерум жыртық тесікке ашылады. Форамен лацерум. Бұл арқылы ішкі ұйқы артериясы бас сүйек қуысына енеді. Әрі қарай бұдан басқа үлкен қанатында форамен ротундум, екі жақта форамен ротундум. Бұдан арқылы, бұл арқылы 5-ші жұп бас сүйек нервус тригемиустың екінші тармағы өтеді. Нервус максиллярис. Оның артында форамен овале, сопақ тесік. Форамен овале. Бұл арқылы 5-ші жұп бас сүйек нервінің үшінші тармағы нервус мандибулярис өтеді. Ал оның артында форамен спинозум. Бұл арқылы артерия менингия медиа өтеді. Міне біз осы құрылымдарды орталық бас сүйек шұңқырында көреміз. Бұдан басқа ортаңғы бас сүйек шұңқырында пирамиданың алдыңғы бетінде самай сүйегінің тасты бөлігінде оқыған құрылымдарды көре аламыз және соны айтып шығуға болады. Эминенция арквата, тегмен тимпани және екі нервтің каналдары. Бұл жерде сулкус каналис петрос майер эт минер екеуіне и хиатус оларға апаратын тесіктермен бірге орналасады. Артқы бас сүйек шұңқыры фосса крани постериор пирамиданың жоғарғы жиегімен
Артқы жағында эминентия немесе протуберант оксипиталис интернаның аралығындағы шұңқыр. Бұл құрауға шүйде сүйегі, самай сүйегінің тасты бөлігінің артқы беті, осы сүйектердің құрауынан түзілген. Енді артқы бас сүйек шұңқырында көреміз форамин магнум, бұл арқылы жұлын өтеді, сопақ шамымен байланыс жасайды. Одан артқа қарай крест оксипиталис интерна, оның артында протуберант оксипиталис интернаны көреміз. Екі жаққа қарай сулкус трансверс кетеді, көлденең қойнаудың жүлгесі. Ол бүйір жағына келеді де сулкус сигмоидияға ұласады, ол сулкус югуляриске ұласады. Осы жерде аталған қойнауларға сәйкес келеді. Артқы пирамиданың артқы бетінде порус акустикус интернусты көреміз, ішкі есту тесігі. Бұл арқылы 7-ші және 8-ші бас сүйек нервтер өтеді. Одан төмен қарайтын болсақ, форамин югуляристі көреміз, мойынтырық тесігі. Бұл арқылы ішкі мойынтырық венасы басталады, сонымен қатар 9-шы, 10-шы, 11-ші бас сүйек нервтер өтеді бұдан. Одан төмен қарай, бұл шүйде сүйегінің анатомиясында оқығанда өтіп кеттік, каналис гипоглоссты көреміз, тіләсті нервінің каналын көреміз. Және мынау клейбус еңіс, бұл шүйде сүйегінің базилиярлы бөлігіне сәйкес келеді.